Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де каналға тіркеліп үлгермесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Себебі жаңадан шыққан видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Және де Instagram парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар, онда да күнделікті жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін сіздерге өте дәмді, жеңіл, нәзік рулеттердің бірі фисташкалы рулеттің рецебін көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқаның ақ уызы, лимон қышқылы, қант және де фисташкалы ұн. Ең алдымен біз жұмыртқаны сары уызынан бөліп аламыз. Менде мұнда 5 жұмыртқаның ақ уызы 160 грамм шықты. Міндетті түрде осылай таразға өлшеп алыңыздар. Енді осы ақ уызымызға лимон қышқылын қосып миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз да 1-2 минуттан кейін жылдамдықты көтеретін боламыз. Қатты миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана біздің ақ уызымыз көп үршіп, сонда пивная пена дейміз ғой, сондай болуы қажет. Енді осы кезде біздің қантымыз салатын боламыз. Қантты да бірден барлық бөлігін салып жібермейміз, себебі қант ерімей қалады да біздің меренгамыз ұзақ уақыт бойы миксерлеуді қажет етеді. Сол үшін қантты 4-5 бөлікке бөліп саламыз. Әр салған сайын миксер тоқтатпаймыз, сол қалпында жылдамдықты қаттыға қойып миксерлейтін боламыз. Мен шамамен осындай қолдың миксерімен 15-20 минут шамасында миксерледім. Енді ол өзіңіздің миксеріңізге байланысты. Егер де стационарный миксер болса, ол тезірек болады яғни. Ең басты біздің ақ уызымыз өзінің формасын жақсы ұстағанға дейін жақсылап миксерлеуіміз қажет. Менің белогым жақсы болып миксерленді. Оны тексеру үшін осылай ыдысты аударған кезде ол өзінің формасын жоғалтпай, дәл сол қалпында тұруы қажет. Енді осы ақ уызға біздің фисташкалы ұнымызды қосамыз, 2 бөлікке бөліп қосамыз, оны да бірден барлығын емес. Және де енді миксер қажет емес, күрекшемен астынан үстіне қарай басып алмай жақсылап жаймендеп араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, өйткені біздің ақ уызымыз кішкене сұйықтау болып шығуы мүмкін. Сол себепті бірден тек қана біздің массамыз біркелкі болғанға дейін жақсылап солай араластырып аламыз. Біздің енді ұнымыз дейміз ба, қамырымыз дайын. Енді оны кішкене бөлігін ғана осылай кондитерлік қалтаға салып аламыз да қазір шеттерін осы кондитерлік қалтамен төсейтін боламыз. Менде мұнда противенімнің размері 30-40, яғни стандартный 30-40 осындай противень. Ең алдымен осылай бірінші шеттерін жасап шығамыз, яғни бортиктерін, өйткені біз қазір ортасынан басысақ, біздің қамырымыз ортасы қалың, ал шеттері жұқа болып қалуы мүмкін. Сол себепті шеттерін жағып шығамыз да қалған біздің қамырымызды ортасына жағатын боламыз. Осылай барлығын лопаткамен немесе қасықтың көмегімен біркелкі етіп жайып шығамыз, жайғастырып. Бірақ байқаңыздар, бір шеті жұқа, бір шеті қалың болып қалмауы қажет, өйткені жұқа жағы тез кеуіп кетуі мүмкін. Енді біздің пешімізде 150-160 градус шамасында 25-30 минуттай пісіреміз. Мен 150 градуста асты-үстін қосып 30 минут шамасында пісіріп алдым. Енді біздің дайын қамырымызды бірден противеннен шығармаймыз, толық суығанға дейін күтеміз. Сол кезде пергамент бумагасынан жақсылап ажырайтын болады. Суығаннан кейін осылай екінші пергаментті бетіне қойып ажырататын боламыз. Байқасаңыздар, осылай тезірек, ешқандай жері бөлінбей жақсылап ажыратылды. Біздің рулетіміздің өзі дайын, енді оның крем жасайтын боламыз. Менде мұнда крем-чиз, яғни творожный сыр, соған қант ұнтағын қосып, екеуі біріккенге дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Мен миксермен жұмыс жасамай қалды, сол себепті мен қазір венчикпен жасап жатырмын. Ең бастысы творожный сыр мен қант ұнтағы жақсылап біріксе болғаны. Енді осы массамызға біздің салқын болып тұрған сливкемізді құямыз. Қазір өлшеп көреміз қанша шығады екен. 230 грамм сливкемен енді барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз тұрақты, өзінің формасын жақсы ұстағанға дейін жақсылап миксерлейміз. Біздің креміміз дайын. Енді оны қазір рулетіміздің ортасына жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Кремімізді бір тегіс етіп жайып шыққаннан кейін, енді өзіңіздің қалауыңызша түрлі жеміс-жидектерді салуға болады. Мен мұнда клубниканы бөліп салдым, және де малинаны салып шықтым. Енді барлық жеміс-жидектерді салып болғаннан кейін рулетімізді жайлап, мұқият, асықпай орайтын боламыз. Және де біздің дайын рулетті
4-5 сағатқа крем сіңгенге дейін тоңазытқышқа салатын боламыз. Содан соң барып сәндейтін, яғни әсемдейтін боламыз. Біздің рулетіміз дайын болды, 3-4 сағат тұрды тоңазытқышта. Енді қазір оны әсемдейміз. Мен сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Крем жасап болғаннан кейін 50-60 граммдайын алып қалыңыздар осылай насадкаға салып. Өйткені қазір әсемдеген кезде ол қажет болады. Енді сол менде насадкамның номері 333. Сол номермен қазір кремдерді орнатып шықтым. Және де үстіне өзіңіз қалаған шоколадтарды, осылай жидектерді қойсаңыз әдемі болып шығады. Менде мұнда жеміс жидектер және де розмаринді қолдандым. Біздің рулетіміз 4 сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін ендігі жеуге дайын. Сол себепті қазір ортасынан кесіп, сіздерге қалай болатынын көрсететін боламын. Қазір ортасын бірге көреміз. Міне ортасы осында әдемі болып шығады. Прям аппетитный болып, күшті болып тұр. Достар, рулетті дәл осы рецептпен және де видеода айтылғандардың барлығын мұқият қадағалап жасайтын болсаңыздар, сіздердің де фисташкалы рулеттеріңіз өте әдемі және де дәмі де күшті болып шығатын болады. Сіздердің асханаларыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Махаббатпен жасалған тағамдардың барлығы көңілден шығады. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Келесі видеода жүздескенше.